Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bastırıyor. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı dostlar. Aldığınızlarda tuğanlar uşul Gürön Kaşka attı malumatını aytıp tuğanlar sizlere gösterip bereli. Bu at mel istegen jigitdiki 30 adarda жылқы мен істегендер көбі танаса керек. Бұл аттың азыр маалыматын сіздерге айталы. Аттың турушын сіздерге туғандар көрсөтөлү. Мелис, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жақсың Мелис, денсаулық жақсы ба? Жақсы еді. Құдайға шүкір. Гүрен Қашқа атты сатуға шығардың Мелис. Бұл аттың маалыматын біздің көршілерге ақырын бере берсең, ат қандай ат, қандай улақтарға чабылып жүрген ат, аяқтан келген бір маалымат берші, толық қыл. Жашекасы. Ат şu 30 adırdık mı önce? Жоқ, атты мен акамын алғанбыз. 2 ай болып қалған. Өнері күшті. Улағы гаранта тұтып улақтарды жарайды. Любой улаққа чабып көріп алса болады. Ат аяқты болған. Ат өзі ол акамдардікіле 90 мыңға құлынды алыш олар. 350 мың доллар алып, кейін олардан мен алғанмын. Az жашы. Машинаға таштап алған алайда. Уже бұл немесін результат бар екен атта. Бекки деген мола таштап алған алайда бұл. Ошойдан быйыл ем суыт да. Азыр улаққа чабатасың өзің? Bir улақ чаптым. Ем тағам тазасы келек та. Ем суыт қалды. Бірақ топқа кіріштері күшті. Тұрат жығылы. Машина отқан екен да. Бұл қырғыз жылқыдан ба Мелис? Қырғыз еме Қарабай. Қарабайырдан. Екі асый достар. Бастырып қойшы бір. Қағып, немелерін көрсетші. Жылаулары қандай екен. Жаш балары тарминар. Өзі негізі ат қақшы, Ошонда бастырар, әлі нарақ олар, нарақ. Сенде нарақ бассын. Тұяқтарын азыр қандай екен Ол шындай бастырар екен. көрсетейін. Атта жаман пейіл жоқ пы Мелис? Жоқ, вообще пейіл жоқ. Пейіл жоқ. Атаға да жоқ жаңағы. Кеші топқырып. Қоры. Бойы қанша шығады? Бойын өлчі аттым. 60 жоғары, 60-тан жоғары. Тұяқтары таза? Пұттары таза. Тұрқынан төленген жерлер бар. Тәрбиясы жақшы. Мұна достар. Бүкән бір неме оқытшыдағы қақшы. Машинаға таштаған Гүрен Қашқа кличкасы жоқ па бұл аттың? Жоқ, кличкасы бар. Айуы жоқ па Мелис? Болды шын әлі мен тұра. Құт бай. Таза да тұттар. Тұттары таза. Енді алған адам бұда қалса тағы игіліктерді жарата тұрған атты, бағасы қанша болады бұның? Бағасы 3000 доллар деп қойды жақын. 3000 доллар. Мына туғандар. Жақсы ат іздеген болсаңыздар анда шул Гүрен Қашқаны көрсеңіздер болады екен. Мелистің аты 3000 долларға бағаланды. Уағында машинаға таштап жүрген емі. Сатылағын айтып сен айтып қойды. Жаққын сен айтып қойсын да. Мелис, қайсы нөмерді қойып қойыңыз? Алам деген адамға бір 0704 0704 51 0502 ошо WhatsApp. 51 0502 WhatsApp бар, оңға солға бұрып қойшы көн. Ордынан да. Дәйқа. Әлі қақсан жаңа кетер. Өзі мұна немелердағы жышылған екен, көкіректер, Өткенде спортбағлақтағы кішіне жышылып қалды. Бұлақ ем чауылады. Дегеннің белгісі. Ем суында. Бастырып қойған бияқа. Мұна достар. Секен бастырасың. Алам дегендер чалыңыздар, байланышсаңыздар болады. Анда чары сүрушіменен жейіндікті айлы туғандар, көрішкенге чейін. Аман болыңыздар, содаға береке болсын. Болды кәм.